Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа жылда әр үйде жасалатын оливье салатының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Таңданатыны жоқ, себебі бұл салат өте дәмді және өте тойымды болып табылады. Бұл салатты мен етпен жасаймын, колбасамен жасаса да болады. Ет, сәбіз, картоп, жұмыртқаны піскенше қайнатып аламыз алдын ала. Қатты үлкен емес және қатты кішкентай да емес квадраттарға тураймыз. Бұл салатты мен пиязбен жасаймын. Пиязды өте майда етіп тураймын. Пиязсыз да жасауға болады. Барлық ингредиенттерді үлкен ыдысқа саламыз. Қалауымызша тұз, бұрыш және майонез саламыз. Салат құрғақ болмау үшін кішкене су қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып, салатты ұсынамыз. Бұл салаттың дәмі айтпаса да күшті екені белгілі. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған башым, келесі видеоларда жүздескенше.